Бір жасағаннан сәтті шығатын пирожкидің рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге тіркеліп, видеоға лайк қойып, астына комментарий жазыңыздар және рецепті достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең алдымен жылы суды осылайынан құйып аламыз. Үстіне ашытқымызды қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Араластырғаннан кейін 5 минутқа қойып қоямыз. Енді дәл осылай көпіре бастаған кезде араластырып үстіне қант, тұз және сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз да үстіне ұнымызды қосамыз. Енді дәл осылай қасықпен араластырып аласыздар. Қоюлана бастағанда қолыңызбен жақсылап отырып илейсіздер. Өте қатты болып кетпеу керек. Осылайынан илеп алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін дәл осылай етіп қолымызбен созып аламыз да бірнеше бөлікке бөлеміз. Енді бұларды домалатып дайындап аламыз. Оқтаумен ақырындап жайып жібереміз. Салмасына мен картошка салатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызбен капуста салуға да болады. Картошкамызды салып, дәл осылай етіп жабамыз. Міне біздің пирожкиміз шағын, өте жақсы болып шығып жатыр. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер, олар да көріп, дәл осылай етіп пирожки жасап көрсін. Рецепті міндетті түрде астына қалдыратын боламын. Міне барлығын дәл осылай етіп дайындап алдым. Енді бұны қызып тұрған майға пісіратын боламыз. Екі жағын аударып, күйіп кетпеу үшін дәл осылай етіп қызарғанын тосатын боламыз. Міне біздің пирожкиміз тез арада дайын болды. Өте дәмді. Осы рецептпен жасасаңыз, өте жақсы шығады. Сіз де жасап көріңіз.